Сәлем достар, бүгін сіздермен пеште піскен асқабақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, сәбіз, картоп, пияз қажет болады. Бірінші кезекте асқабағымызды ашып, ішін жақсылап тазалайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментар қалдыруды ұмытпаңыздар. Асқабақ қатты болғандықтан өткір үлкенде пышақ алғандарыңыз абзалырақ. Шапкасын ашып алдық. Енді ішін босатып, жұмсақ және дәнектерін бәрін алып тастайтын боламыз. Тазаланған асқабағымызды вилкамен осылай тесіп шығамыз қатар-қатарынан. Ол бізге асқабақтың жақсырақ, жылдамырақ, дәмді болып пісу үшін өте қажет. Вилкамен тескен кезде қарасаңыздар, астынан теспейміз, қалдырамыз. Неге тессеңіздер, асты түсіп қалуы мүмкін. Енді жақсылап майлап аламыз іші сыртын, құрғақ болмау үшін асқабақтар. Енді азыналық тұзбен іші сыртын тұзды ысқап ертіп тұздайтын боламыз. Майланған тұздалған асқабағымызды печкаға 1 сағатқа салып аламыз. 1 сағаттың ішінде біз етімізді, картоп, сәбіздерімізді барлығын біркелкі кубиктап турап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды ірілеу етіп тураймыз. Неге дегенде қуырған кезде жоқ болып кетуі мүмкін. Сондықтан ірілеу пияз тураймыз. Табамызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді салып, етімізді қызарып қуырып, оның үстінен пиязымызды, сәбіз, картоп және болгарский салсаңыздар болады. Талғамыңызға байланысты. Бұл жерде қуырған кезде қатты пісудің қажеті жоқ. Біз асқабақтың ішіне салатын болғандықтан шалалау етіп пісіріп алсаңыздар болады. Мен дәміне қарай болгар бұрышы және укроп салдым. Қатты қуырылып кетпеу үшін картоп пияз су құйдым үстіне және крышкасын жауып бұқтырып қойдым. 1 сағаттай печкада тұрған асқабағымыз дайын.
дайын болғанда пісіп кеткен жоқ түгелдей, бірақ дайын болып қалды. Жаңа май мен суы шығып тұр. Жаңа тұздан. Енді салмасын салып, асқабағымыздың қалпағын жауып, 2-3 сағатқа жай отта пеште пісіріп алатын боламыз. Асқабақты байқаймыз. Кішкентай асқабақ болса, ертерек пісетін болады. Піскен қалай білеміз? Суы шығады, асқабақтың түсі өзгереді, және іші жұп-жұмсақ болады осындай. Етірей піскен, картобы, сәбізі барлығы піскен. Дәмі керемет, уылжып тұр, өте дәмді. Суы шығып тұр, міне осындай азын-аулақ суы шығады. Пісуі асқабақтың көлеміне байланысты. Кішкентай болса ертерек тез-тез піседі. Үлкендеу болса біраз сақтайсыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір.